Армысыздар, тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Аудиторияға енгеннен Күмісай күйеуге тиіпті. Бүгін кешке тойға шақырды. Не апарамыз? Қаншадан жинаймыз? Не киеміз? Сен маған анадағы қызыл көйлегіңді бере тұршы, Сания. Сен туфлиіңді бере тұр. Онда дескен қым-қиғаш әңгіменің үстінен түскен Динара іші қылп ете қалды. Ақыры сол бай жігітке тиіп алдау үндемей жүріп, ішіндегі қызғаныш деген қасқыр ұлып қоя берген. Онысымен қоймай тіліп жібереме, саяудай тырнақтарымен түз жалағаннан бетер іші ашы берді. Негізі Мұханды бұл бірінші боп ұнатып еді-ау, сол кинотеатрдың кіре берісінде-ақ. Ал ол албаса топ қыздың ішінен үндемейтін қарапайым ғана Күмісайды ғана көре қалды емес пе? Бетіне жасанды күлкіні іліп алды да, көбеюімізбен той нешеде деп жарқын сөйледі. Тойдың сағат 8-де қаладағы ең тамаша қонақ үйдің мейрамханасында өтетінін естіді. Той көрмегендей топтағы қыздардың бірі де қалмастан барды солға тойға. Бәрі шетінен сұлу жасанып, таранып, сыланған. Сыпайы сөйлеп, сылаңдап жүргендерінен құдды әртіс екен деп қаласын бәрін. Қойшы әйтеуір, бір-біріне тамсанып тұрғанда асаба қос аққуды ортаға шақырды. Әппақ көйлегі көлдей болып ортаға Күмісай жарқырап, шыға келгенде құрбырлары ақ ұрған. Алақандай көздерімен қуаныш төгіліп, белі үзілердей болған керемет бәдененіп, көйлегі құйып қойғандай боп тұра қалған сұлу қыздың жүзі бұрынғысынан да айрықша сұлуланып кетіп еді расында. Динара жақсылап сілтеген. Бар ойы тойдың берекесін кетіру болған. Оған ешкім мән бермегесін, ол ойы жүзеге аспады. Бір үзілісте Күмісай бұларға алғыс айтпаққа жақындаған еді. Сөз арасында қайның жоқ па деп әзілдеп сұраған болды. Қайнағасы бар екенін білді. Бойдақ оның үстіне қуанып кетті Динара. Тез есін жинап, қайсы және кім екенін білмекке ұмтылды. Көрді. Алып бара жатқан керім болмаса да бой сойы келіскен жігіт екен. Атының Ерхан жеке заң фирмасында заңгер екенін де біліп алды. Астындағы машинасы да жаман емес. Той тарқап жатқанда Динара асықпады. Күмісай мұны қатты сыйлайтын, өжеттігін қандай жағдайдан да топты алып шығатынын жиі үлгі ететін. Мені сенімді кісіге тапсыр, аздап маспын дегені сол еді. Жолы болып ақ кеткені Ерхан апарып тастайтын болды. Ерхан тым салмақты жігіт екен. Мұның сұрағына жауап бергені болмаса артық сөйлемейді. Есікті ашуға айналғанында бұл қолындағы моншағын шешті де аяқ астына тастай салды. Сау болыңыз. Біздің пәтеш қараңғы. Қазір онда жүріңіз. Масайған түр көрсетіп, аяғын тайдырып, әдейі сүрінген. Жігіт шап беріп ұстай алды. Одан сайын бұлбырап жүре алмайтын ыңғайды көрсеткен. Бір қолмен иығынан қарай құшақтаған мұны жігіт керегі осы еді. Солай екінші қабатқа көтерілді. Қоңырауды баспай тұрып, Ерханға рахмет айтып, қолынан ұзағырақ ұстап қалды. Ол болса масаңдықты санады ма кім білсін. Жақсы деп кете берген. Динараның күткені олда мені ұзағырақ жібермесе, бетімнен сүйіп алса да артық емес еді болатын. Мейлі, уысыма түсерсің бәлем. Уақыт өте берген зырғып, соңғы курстың машақаты көп. Диплом жазудың өзі бір төбе. Бұл уақытта аяғы ауырлаған Күмісайдың күні топ старостасы Динараға көп түсетін. Ол ренжімеді қуанбаса. Ретін тауып Күмісайдың үйіне де барып қайтатын. Аумағы ат шаптырым жерде орналасқан, ақ мәрмерленген ауласы бар. Сәулім үйден үлкен арманмен шығатын. Ерханның шығуына қарай ыңғайланатын үнемі. Бірақ ол мінезі солма, түрін бермейтін бұған. Бір күні Күмісай бұны қонуға шақырды. Ата енесі Түркияға демалуға кеткен екен. Күйеуі сапарда. Қайнағамда кеш келуі мүмкін. Қасында бол деп өтінген. Құстай ұшты ғой Динара. Бүкіл жан тәнімен құрбысының дипломдық жұмысын қарап, талдап, жіліктеп, түзетіп берді.
Ол да риза боп жүр, ет асыпты. Сәл кештетіп қайнағасы да келген. Аздап шытып алған. Бұрынғыдай емес Динарамен әзілдесіп қояды. Жертелеуге түсіп, қымбат шараптың бірін әкелді. Тамақ ішіп отырып, Динара екеуі шараптан сімірген баптап. Күмісай құрбысының жанына жатты, күзетіп. Аяғы ауыр болғасын ба, әлде шаршаған ба, Күмісай тас боп ұйықтады. Әрі-бері дыбыстаған Динара аяғының ұшымен жүріп барып, бетін жуды суық сумен. Асханаға барып шырын ішті. Қолында баяғы өзі тастап кеткен моншағы бар. Ерхан келді. Шыныңды айтшы, не ойың бар деді төтесінен. Мұндайды күтпесе де қыз, сені ұнатамын. Сені көру үшін келемін осы үйге деп салды. Таңмен таласып Динара Ерханның бөлмесінен шықты да, орнына кеп дым болмағандай жата қалды. 2 айдан кейін Ерхан мен Динараның тойы болды. Күмісай аң-таң дегенмен қуанып жүр. Бәрі тамаша еді, дипломдарын қолға алды. Қос келін. Динара бірден жұмысқа орналасты. Артынша Күмісай босанып, ұлды болды. Мұханның төбесі көкке бір елі ғана жетпей жүрген. Аста төк той жасап, бәрінің көңілі ол тапқан келінде, бәрі бәйек. Ауыр көтерме, Динара апарсын, суық су ішпе, Динара жылысына келсін. Мұндайды көтере алпады Динара. Ішіндегі ұлымасы ұлып салған тағы. Барып Ерханның миын тоқылдатты. Сенің кесірің, бөлек кетпедік. Не көтере алмаймын, денсаулығың жоқ. Ішесің, әкеңнің ақысы бардай. Жай заңгерсің. Ініңді қарашы. Бір мекені мені басқарып отыр. Ерхан үндемейді. Бұл қылығы ашуын одан бетер қоздырды. Қойшы енді, қарасаң өз құрбың өз келінің. Оны зор, мені қор санайды. Қой деймін. Не істейсің қоймасам? Деп екіленіп, жетіп барған жанына күйеуінің Динара. Ерхан итеріп жіберді. Жазым аяқ астынан деген Динара бөлменің ортасындағы шыны үстелге басын соға құлады. Жедел жәрдем алып кеткен келіннің басын тіккен хирург оның ішіндегі 2 айлық баланың да түсіп қалғанын жеткізді. Ерхан өкініштен бармағын шайнаған болған. Осы жайттан соң Динара күйзелістен әлде сол әлгі аты өшкір қызғаныштан ба реті келсе Күмісайды мұқатып қалып, ренжітіп қойды әдетке айналдырды. Күмісай бәрін күйзеліске итере салып, артынша ренішін ұмытып жүре беретін. Енесі де мұның ыңғайына шығылып жүре беретін. Бір күні Динара қайнысы Мұханды шақырып, жұмыстан ала кетуін өтінді. Ойында түк жоқ, ол келді де жеңгесін әріптесі Рузимен ала кетті. Динара жолда сауда үйінен алатын нәрсесі бар екені есіне түскенін айтып түсіп қалды. Рузияны Мұхан үйіне дейін апарды. Даусын сықырлап, көзін ойнатып болар емес сылғымың. Мұхан бір түрлі боп қалды. Қуыршақтай жасалған сұлу келіншек бұл сұрамаса да өмірін жайып салған. Мән бермеген болды, қоштасып кете барды. Осындай аяқ асты кездесумен шығарып салулар тым көбейіп кетіп еді-ау. Бәрі Динараның жоспары. Тым тез жүзеге асып та кетті. Кешкі ас кезі сырттай қараған жұртқа тым үлгілі, тату отбасы, тып-тыныш қана тамақтанып отыр. Бірақ іштей оймен арпалысқан Динара бұл тыныштықты бұзды. Мұхан есепші керек деп жүр едің ғой мекемеңе. Рузия сенің қарамағыңа баруға құштар боп жүр деп жұмбақ күлген. Күмісай селк ете қалды. Бөтен келіншекті күйеуі қалай тануы мүмкін деген ойлар жүгіріп өтті. Сыр бермеді алайда. Сабырмен баласына шырын құйып берді. Мұхан жөткірініп барып, келсін, сынақ тапсырсын деген болды. Қойшы, сынағы несі? Анандай бар бейді алақайлап жұмысқа алуын керек қой. Тамаша келіншек, өзін керемет күтеді деп әңгіме бастай бергенде Динараны атасы сұлулығына қарап алса жұмысты кім жасайды айналайын, араласпа, Мұхан өзі шешеді деп тиіп тастады. Әр көрген сайын көзін мөлдіретіп, нерінің дірілдетіп, сан сиқырланған келіншектің қылықтары есін алып жүрген расында да Мұханның. Қырт түлкісіндей құлпырап, бұлаң жүрісімен елітіп, ертеңіне Рузия келді Мұханға. Жұмыс сұрап,
Түйіндемесін бергелі келіншек еңкейгенде әппақ омырауы көрініп, Мұқан мүлде есі шығып қарап қалды. Ұзын сөздің қысқасы жұмысқа қабылдады. Ананы мынаны сұраған қол қойдырып, мөр бастырған боп, жүріп әккі әйел бастығын үйіне рахмет шайға келуге көндірді. Түскі ас деп ұжым тарағанда екеуі соңынан шыққан бірге. Сол күні олар мүлде жұмыста көрінбеді. Өмірдің иірімдерінен тұншықпай шығуды әлдеқашан үйренген Розия не нәрседе де жол тауып кететін. Жұмысына да бұрынғыдай бармайды. Басекең жауап береді, мен қорқытатын бас бухгалтерді. Бүкіл дегенін жаймендеп Мұқанға орындата берді. Әшекейдің түр-түрі киімде қисап жоқ. Жылына 2 рет саяхаттау. Осылайша арада зу етіп 3 жыл өткен. Күмісай бұл күнде бір ұлдың артынан бір қыз босанып алған. Әбіржіп шаршап жүрді. Бұрынғыда емес күйеуінің мүлдем суып кеткенін сезіп жүрген Күмісай аңдуды ойламаса да іште мүжіле берді. Енесі де немерелерден шаршап кеткенін астарлы жеткізетін де отыратын. Атасы ғана бұны құтқарды бір күні. Күмісай, сен менің ең адал, ең тамаша баламсың. Айналайын, міне саған деген сыйлығым деп, қаланың элиталы ауданының жуырда ғана саудалап жүрген 4 бөлмелі үйдің кілтін ұсынды. Шайдың үстінде атасы. Бәрі таңданыстан үнсіз қалған. Әдеттегідей Динара ғана шар етіп, кінәм не бала таппағаным ба, деп бастады. Тәйт, көргенсіз. Келгелі Күмісайдың кімнің болса да бетіне келмей, тек адал жағынан қызмет көрсетіп жүргенін сен жақсы білесің. Тілімді қышытпай отыр. Атасына ұнатпай қараған Динара іші жарылардай боп, дыбыссыз жылап отырды. Бөлек шық дегенің бе әке, деді Мұқан. Иә балам, сенің әйелің сабырлы ғой, бағаласаң ұшпаққа апарады. Сол кездегі сөзін, әке сөзін түсінген Мұқан бар ма? Бөлек шыққасын әй дейтін әже, қой дейтін қожат, жоқ тіптен есіріп, үйге қонуды мүлде ұмытқандай. 2 баласының басынан сипап, әйелімен шай ішіп, шүйіркелеспегелі қашан. Тегінде өкпе арту, ренжіп мұңын шағуды білмейтін Күмісай, байғұс бүкіл уайымын ішіне жұта берген. Әке шеше, ата ене, қайнаға абысын, ол қызына құдай-ау, тіптен өз жарына өкпелеп сырын ашпапты. Бір күні өлердей мас боп келген Мұқан шешінбестен төсекке құлаған. Ең болмағанда сырт киімдерін шешсейшау, бет жағар. Алпамсаздай еркекті аударып төңкеріп жүріп, таза киімдерін кигізді Күмісай. Жуып алайын киімдерін деген оймен сілкіп қалған әуелі пиджакты. Қараған онда тұз. Ақыр аяғы етігінің ішінен де тұз тапты. Кімге айтып, кімнен сұрарын білмеді. Анасына айтып уайымдатқыздырғысы келмеді. Ертеңіне сұраған күйеуінен тұз туралы. Ол иығын қиқаңдатты. Тұңғыш рет дауысын көтеріп, қайда қонып жүрсің деген. Басымды қатырма, өстіп шалқып отырғаның менің арқам деп, басталған күйеуінің дөрекі әңгімесі. Көргім келмейді сені деумен аяқталмасы бар ма? Осы тұста момын Күмісай жанартаудай атылды. Талай түн жастық құшақтап жылағаны, балалар ауырғанда өзінің ғана қиналып, мұның телефонда да көтермегені, бәрін айтып салды. Мен басқаны сүйіп қалдым Күмісай. Не? Жүрегіне мың сан ине сұққандай ауыр сезімде бастан кешіп тұрған Күмісай бар бәленің Динарадан келгенін сонда барып түсінген. Әлгі есепшің бе? Біліп едің. Мейлің. Есеңгіреп тұрған келіншек сарт еткен есік даусына селк етті. Есін жинап балаларына жеткен. Олар алаңсыз бөлмелерінде ойнап отыр. Әкелері жоқ. Үстел үстіндегі телефонына көзі түсті де дереу ақтарған. Түрлі әлеу желіге тіркеліп алған күйеуі бейне бір бөтен кісідей. Түрлі мейрамханада, шет елдерде түскен суреттерін жариялапты. Бірде-бір я балаларының, я мұның суреті жоқ. Күйеуіне тамаша пікір қалдырғыш біреудің парақшасына кіріп көрді. Сылқым сұлу екен. Бәденін олайда, бұлайда көрсетіп, тым жалаңаштанған фотолары ақ көп. Сырғытып қарап тұрып, тоқ соққандай тұрып қалды бір сәт.
27 маусым 2000 жылдары біздің бірге жүргенімізге 3 жыл. Жаным, я тебе люблю, сен бәрібір менікі боласың деген посттағы фотода мұның Мұханы бөтен әйелді құшақтап тұр. Тұманданған көзін қайта уқалап Күмісай тағы да қарады. Дәл өзі, Мұхан, футбол көруге кеттім дегені есінде сол жылы. Телефонды тастай салды. Күл парша боп сынған дүние, мұның сезімінде мың сан сыныққа айналып кеткен. Қырсаулауға да келмейтін сезім еді. Сатқындық, не деген жаман атау. Сол кеткеннен оралмаған күйеуі атасы күніне бір рет келіп кетеді. Сылтауы, немерелері болса да келіннің жай күйін бақылап кететін. Іштей ағырса да қолынан келер қайран жоқ. Әке бар бітіргені, үйдің құжаттарын бір жылы өзінен Күмісайға аударып берген. Көмегі балаларды балабақшаға орналастырды. Күмісай өзінің күшімен сынақтан сынақ тапсырып жүріп, өзі армандаған жерге жұмысқа орналасты. Ал Динара болса өз ісіне әуелде масаттанып, масайранғанмен артынан қатты өкінген. Даңғарадай үйге сыймай жүрген нем осы дед, кейін бәрі кеш болғанда ойланған. Отау тікендеріне бірнеше жыл болса да бала көрмеген Динара мен Ерхан қай жерде көріп кел, тәуіп бақсы, құшынаш бар, түгел аралады. Бәрінің айтатына сен бейкүнә жанның обалына қалдың. Ол сені кешсе ғана бала сүйесің. Бұл көкбеттікке салынып, біраз мойындамай жүрген. Күйеуі мұның бұрыс істерінен хабардар болып, қатты ренжіді. Мүлдем назарсыз қалып, дәл Күмісайдың кейпінде қалды. Өзінен өзі жиналып барып Күмісайдан кешірім сұрады. Бір күні Динара иттігін мойындады. Мұханның киімдеріне тұз салып, дуалауды да өзі жасатқанын жайып салды. Күмісай кешіргенімен өзін мүлде көргісі келмейтінін жеткізді. Бұрынғы адуыннан жырнақта қалмаған. Динара сүмірейіп, сүйретіліп шыққан сол үйден. Алланың құдіреті шексіз ғой, көп өтпей абысыны жүкті боп қыз тапты. Қызы 2-ге толды деген күні атасы мен күйеуі мінген көлік қарсы бағытқа шығып кетіп, орны толмас ауыр қаза орын алды. Динараның өз сөзі, өзімен мүлде шаруасы жоқ Күмісаймен арпалысып, Мұханнан айырып жүргенде, Құдай өзімді күйеуімнен айырды ғой, өмір бумеранг деген рас екен. Атам мен Ерхан қайтқасын, енем мен мені жек көріп кетті. Екеумізге үлкен үйдің қажеті жоқ. Оның үстіне шығыны да көп деп тауып, сатып жіберді. Атам бірдеңе сезген бе білмедім. Өзінің кәсібін жалғастырушы деп Күмісайды заңдастырып кетіпті. Ол бас тартпады. Дөңгелетіп әкетті істі. Енем екеуміздің үлесімізді салып тұрады. Бірақ енем маған түк татырмайды. Атымды да атаған емес әлі. Келін деп қана шақырады. Өз ісіме өкінемін әрине. Мұханда жетіскен жоқ. Оралғысы ақ келген Күмісайға. Жібімеді ол, жолатпады. Рузиясы да одан да қомақты табыс табатын біреуді тауып, Мұханды отырса опақ, торса сопақ етіп, түртпектеп ақыры кетірді. Рузияның ойы пәтерді иелену болған. Атамыз алдын орап кеткенін ұнатпаған ол, Мұханды жан жақтан ақша алдырып, тақырға отырғызыпты. Жатақханада бөлме жалдап тұрады қазір қайным. Шені төмендеп қалған, күйі кеткен. Үйге келсе шешесі тез кеткенін қалап тұрады. Қазір үйде енем және мен, қызым үшеуміз ғана. Енеміз, немерем болмаса, сен бір күнде менімен тұрмас едің, деген сайын жаратқаннан көзімнің жасы сел болып, өз күнәларым үшін кешірім сұраймын. Ешқашанда біреуге жамандық жасамақ түгілі, жаман ойда ойламау керегін енді ұғындым. Өкінемін. Алайда бәрі де тым кеш. Әңгіменің соңы. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Сізге бұл әңгіме несімен ұнады оқырманым, тыңдарманым. Пікір қалдырыңыздар.